Айдың фазаларын көрсету үшін біз мына полистиролды доп пен жарық прожекторын қолданайық. Бұл жағдайда прожектор күн, ал доп ай рөлін атқарады. Біз доптың артында прожектордан түсетін жарық түзу сызығына қарама-қарсы тұрғанда, тәулік ішіндегі айдың күнге ең жақын тұратын кезіне сәйкес келетін жағдайды бақылай аламыз. Осы уақытта ай бізге жарық түспеген жағымен тұрғандықтан, ол жерден көрінбейді. Бұл құбылыс айдың жаңа фазасы ретінде белгілі. Қалған күндері ай көкжиектен күн шыққан кезде пайда болады да, күн бата салып жоғалып кетеді. Осы кезде күн батқан соң, қараңғы аспаннан анық көрінетін ай бетінің жарық түскен жіңішке бөлігін көре аламыз. Келесі күндері ай кешірек шығады және түн ұзағына жарқырап тұрады. Сонымен қатар, біз ай бетінің жарық түскен үлкен бөлігін көре аламыз. Ай шаңқай түсте көтеріліп, түн ортасында батқанда, ол бірінші ширек фазасына жетеді. Және сонда бізге ай бетінің жарық түскен жарты бөлігі көрінеді.